Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай дәмді, өте керемет болып шығатын осындай оладушкилар дайындайтын боламыз. Осылай кетчуп, ащы салаттармен жесеңіздер, в общем, күшті кетеді. Өзім бірінші рет жасап тұрмын. Өте ұнады. Рецептке лайк басып достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Алдымен ыдысымызға айранымызды сабаламыз. 1 чайный ложка тұз, жарты чайный ложка ас содасын салып, жақсылап біркелкі болғанша қасықпен араластырып алатын боламыз. Енді 2 піскен жұмыртқаны осылай кубик етіп турап аламыз. 2-шікі жұмыртқа саламыз, сосын укроп, зелендер саламыз. Зелен ұнатпасаңыздар, салмасаңыздар да болады. Енді ұнымызды саламыз. Жақсылап комочка болып қалмау керек. Жақсылап осылай араластырып алатын боламыз. Теркудан шығарылған сырымыз салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Енді пісіріп алатын боламыз. Қызып тұрған табаға май құйып, 1 қасықтан салып отырып, осылай пісіріп аламыз. Крышкасын жабу қажет емес. Өзі онсыз да